Армысыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Политонның кезекті саны. Бүгінгі біз талқылайтын тақырыбымыз жалдамалы журналистер және пропаганда деп аталады. Қонақтарымыз Қазақ Таймс сайтының журналисті Асан Анарбай және фактчек сайтының бас редакторы Думан Смақов. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жалпы өздеріңіз көріп біліп отырсыздар. Соңғы кездері Астанаға тұрақты жұмыс талап етіп барған жаңаөзендік мұнайшыларды қаралау посттары, жазбалары әлеуметтік желіде кең етек жайды. Оны танымал журналистер, блогерлер жазды. Кейіннен бұнымен қатар, бұл ақпараттармен, бұл жазбалармен қатар бұл жазбаларды тапсырыспен, биліктің тапсырысымен жазып жатыр деген ақпараттар 100-200 мың теңгеге. Оны Асан өзің де жаздың. Жалпы сіздер осы жазбаларды, осы ақпараттық шабуылды қалай қабылдадыңыздар және қалай бағалайсыздар? Әңгімеміз осыдан басталады. Думан. Рахмет шақырғандарыңызға. Жалпы алған кезде ботаферма мәселесі бұл Қазақстанға ғана тән құбылыс емес, бұл орталық Азия елдеріне, сонымен қатар авторитарлы жүйе бар елдердің көбіне тән құбылыс. Бұған дейін өздеріңіз білесіздер, пандемияға дейін фактчек KZ сайтында, одан бөлек орталық азиялық өзге де ресурстарда азаттықтың қырғыз қызметі бар, өзбек қызметі бар, тәжік қызметі бар, басқа да ресурстар орталық азиядағы ботафермалар туралы үлкен зерттеулер жариялаған еді. Бұл зерттеулерде орталық азия елдерінде ботафермалар мемлекеттік органдардан қаржыландырылып, мемлекеттік қазынадан қаржыландырылып, және де сол елдің атқарушы билігінің күйін күйттеп жұмысын істейді деген пайымға келген болатынбыз, қорытындыға келген болатынбыз. Біз бұл кезде ол кезде Қазақстандағы саяси жүйе Назарбаевтың айналасында болғандықтан біз нұрботтар және нұрсүйгіштер деп қойғанбыз. Нұрбот деген ер боттар, нұрсүйгіштер деген қыз боттар, қыз жынысты боттар, әйел жынысты боттар. Жалпы алған кезде бұл біздің ақпараттық кеңістікке, айтпағым посткеңестік елдердің ақпараттық кеңістігіне тән құбылыс, және де бұл Қазақстанның ойлап тапқан ноу-хауы емес, басқа да елдерде бар. Бірақ Қазақстанның соңғы уақыттағы жасап жатқан дүниесі бұл кез келген дүние дамиды ғой, сол дамудың жаңа эволюциясы, былайша айтқан кезде. Бұған дейін өлі боттардың, я суреттеріне хакастардың, яхуттардың, немесе индонезиялық азаматтардың, непалдың азаматтардың суретін қоятын болса, қазір кәдімгі тірі адамдарға, соның ішінде қоғамдық пікір көшбасшыларына, журналистерге, өнер, мәдениет, әдебиет майталмандарына тапсырыс беру арқылы, немесе қандай да бір институционалды күштерді біріктіру арқылы бір жерден басқарылатын немесе үйлестірілген ақпараттық компаниялар жиіліп кетті. Бұл жерде біз бұны ақпараттық компания деп қарастыруымыз керек, өйткені бұл жерде дәл мұнайшылардың жағдайына жасалған қарсы ақпараттық компания. Енді жалпы құбылыс жөнінде айттық. Енді дәл осы жағдай жөніне тоқталсақ, бұған дейін өздеріңіз білесіздер, бұған ұқсас жазбалар, жалпы ақпараттық компаниялар бізде Тоқаевтың 2019 жылғы сайлау кезінде, одан кейін 2020 жылғы парламент сайлауы кезінде, 2022 жылғы қаңтар оқиғасы кезінде, 2022 жылғы референдум барысында, одан кейінгі президент сайлауы кезінде, одан кейінгі мәжіліс мәслихат сайлау кезінде, және қазір кезде жиі қолданылғанын, кең қолданылғанын көріп отырмыз. Мысалға, қаңтар оқиғасы кезінде бір мысал, ОДКБ ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының әскерін кіргізген кезде, ол әскерді қолдайтын посттар қаптап кетті, осы болмаса болмайды деген секілді. Бұл да жаңағы сол кездегі ақпараттық компанияны көреміз. Дәл қазіргі жағдайда сондай, белгілі бір административті әкімшілік құзыреті бар органдардан немесе ұйымдардан түскен нұсқауды былайша айтқан кезде бұл мемлекеттік тапсырыс болуы мүмкін, бұл жекелей тапсырыс болуы мүмкін, бұл басқаша былайша айтқан кезде берілген мемлекеттік тапсырыс болуы мүмкін.
мүмкін. Иә, мысалы мемлекеттік саясатты қолдау мақсатында ақпарат жазу деген секілді, жалпы айтқан кезде пост жазу, жаңағы АТК жасау емес. Сондай мақсатта берілген дүниелер болуы мүмкін. Жалпы мемлекеттік тапсырысты орындауға берілген өзге тапсырыстар болуы мүмкін. Соның аясында жасалған ақпараттық шабуыл деп түсінемін. Мұнайшыларға, халыққа жасап отырған ақпараттық шабуылы. Мен мұны Тоқаев жүйесінің жаңа Қазақстан деп айтамыз. Жаңа Қазақстан, Тоқаевтың құрып жатқан жаңа Қазақстанның ескі Қазақстанның әдіс тәсілінен әлі де қолданатынын, және де ескі Қазақстаннан ешқандай айырмашылығы жоқтығын көрсетті. Және де осы арқылы халықты одан арман ашындырып алды деп санаймын. Өйткені қазір біздің билік бір нәрсені түсіну керек. Тарихты өздері жаңа Қазақстан деп бөліп қойды қаңтардан кейінгі дүниені. Бірақ бұл жерде жаңа Қазақстан ол азаматтардың санасындағы жаңа Қазақстанда, өйткені халықтың санасы оянды. Бұған дейін мысалғы халыққа кейбір дүниені айтқан кезде сеніп отыра беретін болса, халық қазір сұрайтын болды. Анау қайда, мынау қайда, неге менің құқығым тапталып жатыр, неге маған қарсы бүкіл пікір көшбасшылары пост жазып кетті деген сияқты дүниені айтатын болды. Бұл жерде тіпті сол пост жазған адамдар өте аянышты халге түсіп отыр деп санаймын. Өйткені олар былайша айтқан кезде халықтың алдында өздерінің маскасын шешіп берді, және де өздерінің ақылы түрде пост жазатынын көрсетті. Оған тұздық ретінде Асанның постын, я болмаса Азаттықтағы әріптестердің материалын, я болмаса басқа да ресурстағы, я басқа да журналистердің материалдарын көруге болады. Негізгі жалпы құбылыс жайында, осы соңғы болған жағдай жайында айтарым осы, өте жиіркенішті дүние. Қысқаға айтсам. Асан. Енді мен Думанның айтқан пікіріне қосылам. Расында да ботаферма деген болудың табиғатын осы факт-чектегі басқа да медиа сарапшылар, мамандар өздерінше зерттеп танытты ғой. Ал бүгін қалыптасқан жағдайда ол ботаферма шынымен басқа бір деңгейге көтерілді сапалық жағынан. Ол кәдімгідей белгілі аты жөні, әкесінің аты анық тұлғалар, медиа мамандардың аузымен ботаферманың миссиясы жүріп жатыр қазір. Енді Қазақстан жаңа шекарасыз тілшілердің баспасөз индексі бойынша 122-ші орында болып тұрып, және автократия жүйе екені қанша жылдан бергі Freedom House-тың тізімінде анық бағалап тұрып, саяси тұтқындары бары айтылатын осындай жүйеде, осындай мемлекетте біздің әріптестердің өкінішке қарай өзінің репутация институтын тәрк етіп, биліктің саржақ пропагандасына болысуы мені сол әріптестердің әлеуметтік жағдайы тым мүшкіл ме деген ой. Және де олар егер кәсіби маман болса, сол салада сол маман болып, өзінің кәдуілгі азамат ретінде, еңбек адамы ретінде толық қамтамасыз ете алушы еді. Бірақ әттең адекват маман, рационал ойлайтын маман, және өзінің кәсіби этика принциптеріне мейлінше берік маман, ол өзінің репутациясын мұншалықты бір аз дегенді дүние үшін тәрк етпес еді. Демек, бұл жерде кәсіби маманның өзінің кәсібилігіне деген сенімсіздік, сондай бір әлеуметтік жағдайда басқа көздерден табыс табу қайнарларын таба алмауы, осындай дүниелерден туды ма екен деген өзінше бір түсінгім келетін пікірім бар. Ал енді адамдардың ол жерде енді біз бұлай жеке танып араласпасақ та, кейбір адамдардың жазып жатқан бұлай сырттай білеміз, олардың әлеуметтік жағдай бір қатты нашар да емес, баспанасы бар, көлігі бар, жұмысы бар. Бұл жерде астауға үйрену ғой. Үйренген сарайдың сарастауы деген ол оңайда тұрақты табыс, тұрақты көз алып отырады. Ал ізденімпаз маман үнемі челлендж, өзіне сондай ізденіс үстінде жүреді. Ондай бір комфорт зонаға кіріп алған сияқты, осының артында тұрған қаржылық бір қолдау мүдделері болып тұр ғой. Я билік айтпауы мүмкін, мен саған мынанша прайспен қаржы төлеймін деп. Бірақ ол адамның немесе оның редакциясының болашақта бір жобаларына қолдау болуы мүмкін үкімет деңгейінде.
сондай бір бұл жерде мына бір дүниені айтайық. Мысалға, білесіздер, мен масс-медиа туралы заң жобасының жұмыс тобындамын. Біз бұған дейін Асан мырза пост жазды, осылай талқыланып жатыр, үн қосайық деді. Сол журналистердің көпшілігі үнсіз қалды. Және де сол журналистердің, әріптестердің көпшілігі мен бастаған бірнеше қоғам белсенділері, құқық қорғаушылар, біз Алматы және Астана қалаларында пресс-конференция ұйымдастырып, заңның дұрыс емес екенін былайша айтқан кезде аттандамасақ, заң жобасы қазір осы күлтегін бастамаса, біз аттандамасақ, заң жобасы қазіргі өткен күйімен үн-түнсіз өтіп кете береді. Бұл жағдайда нені меңзеп отырмын? Енді көріп отырған адамдар кішкене ұялатын шығар деген ойдамын. Маған мысалға дәл осы боттардың шабуылы болды, оны өздеріңіз де көрдіңіздер, арасында біраз белсенді адамдар, біраз қоғамдық пікір көшбасшылары, тіпті тәуелсіз деп жүрген адамдардың өзі ойбай Думан сондай, ойбай Думан сөйтті, Думан бүйтті, Думанның мақсаты ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің жұмысын жоққа шығару, Думанның мақсаты сондай деген секілді бірнеше посттар жарияланды. Бұны айтпағым, бұл жерде жаңағы мұнайшыларға жаппай үнемі көп деген пост жазылса, ал жекелей журналистерге де атака жиі болып тұрады. Бұл былайша айтқан кезде кибер шабуыл, кибер буллинг. Бұндай атакалар білмеймін, үйлестірілген ба, үйлестірілмеген ба, бірақ Асанға да болды. Бұндай атакалар әріптесіміз Инга Иманбайға да жиі болады. Бұндай атакалар Динара Егеубаеваға да болды, Вадим Николаевич Барейкаға да болды. Бір дүние қарасақ, осы адамдарды қаралап пост жазған адамдар, үнемі бір адамдар, бір ізді, бір сарынды, бір мәтінді посттар болып келеді. Демек, бұның ар жағында қандай да бір орталықтан келетін пәрмен, я болмаса қандай да бір орталықтандырылған жүйеден келетін мәтіннің бар екенін көруге болады. Мысалы, мәтін нобай келуі мүмкін, былай деп жазыңдар деген секілді. Жаңағы Динара Егеубаеваның жағдайын алсақ, ол кісінің мәтінді кибербуллинг әртүрлі өзгертті. Ол мәшинесін әдейі өртеп жіберді, каска алу үшін деген сияқты. Ол мәшинесін әдейі өртеп жіберді, назар аударту деген сияқты. Білмеймін, адамдар ақмақ па, оның мәшинесін өртеп бүйтіп проблема жасап, ондай шу көтерудің ешқандай қажеті жоқ та. Бәріміздің мәшинемізде біз журналистер, қоғам белсенділері мәшине айдағаннан кейін ол мәшинені каскамен сақтандыруға қаласақ та, қаламасақ та сақтандыруға міндеттімізді. Өйткені ертең біздің өмірімізге қандай қауіп төніп тұрғанын біз білмейміз. Инга Иманбайдың жағдайында да мысалы мәжілістің сайлауына түскен кезде де көп атака болды. Асан Шымкенттегі жағдайлар жазған кезде де көп атака болды. Асан сондай, мұндай, ол анаған жұмыс істеп қойды, мынаған жұмыс істеп қойды деген секілді. Сондықтан тоқетерін айтқан кезде белгілі бір топ бар. Ол топтардың ішіне примерно кім кіріп отырған біз топшылап отырмыз. Және де ол топтар белгілі бір топтардан, я болмаса орталықтардан, я болмаса әкімшілік нысандардан қаражат алады. Және ол қаражатты ақтау үшін, былайша айтқан кезде, фас деген кезде жан-жақтан абалап үреді. Сонымен қоғам назарын басқа ойға, басқа бір неге, бәлкім сол, мысалы, масс-медиа туралы заңдағы былайша айтқан кезде, бір думанға аударып жіберіп, басқа проблеманы көрсеткісі келмеді. Я болмаса, қаңтарда ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымының әскеріне аударып жіберуі мүмкін, мысалға деген сияқты. Осы жағдайда тоже 700 мың теңге ұсынды, 700 мың теңгеден бас тартты деген сияқты бір кішкентай детальді алып, сол деталь арқылы қоғамдық санаға манипуляция жасады. Қоғамдық санаға, былайша айтқан кезде, сананы пропаганда арқылы өзгертуге тырысты. Бұл жерде ол 700 мың теңге қандай жағдайда берілгендігін, ол қандай шарттармен берілгендігін, ол 700 мың теңгенің артында не тұрған, ол келісімге жетті ма, жетпеді ма, басқа дүние бар болды ма, жоқ болды ма, оны
ақ қарасын ажыратып ешкім жазған жоқ. Барлығы ойбай 700 мың теңге алып жатыр екен, бұл 700 мың теңгені алмайтын не деген сорақы адамдар, не деген сондайлар, не деген мұндайлар деген секілді былайша айтқан кезде үйлестірілген киберкомпания болды десек болады. Жаңа енді айтып жатырмыз ғой, бұрын фейк ақпарат парақтар шығатын ше, атакаға жаңағы шабуыл, ақпараттық шабуылға бір телеграм боттар ғайыптан пайда болатын арналар, соларға шығатын ақпараттық шабуылға, немесе ұйымға, немесе бір оқиғаға байланысты. Бірақ қазір енді бәріміз көріп біліп отырмыз, ол артында кәдімгі адамдар өмірде бар, тіпті кейбіреулері танымал, кәдімгі аудиториясы бар, мыңдаған, жүздеген подписчигі бар адамдар осындай ақпараттық шабуылға өздері шығады, ашық. Не себеп ондайға дейін барды деп ойлайсыздар? Жалпы осыған дейінгі сонда фейк парақтармен жасалған шабуылдар бір нәтиже бермегеннен кейін кәдімгі реалды өмірде бар адамдарға тапсырыс беріп жатыр ма? Жоқ, әлде бұл бір не істеп алады? Жоқ, осы жолы Асаннан бастайық. Сөйлеп кетем екен. Менің білуімше, бізде онсыз да қазақ тілді журналистердің ішінде бір бөлінген баррикада бар, ол бұрыннан бар, ол сезіледі, оны ешкім ашық айтпайды. Бірақ естеріңде болса, 2021 жылы Шымкенттегі карантин кезінде өршіп тұрған кезде әкімдік наурыз тойын бір өтіп, бірақ оның есебін бере алмай қалып, қоғамда резонанс туған еді ғой. Сол кезде мен енді білмеймін, менен алдыңғы тәжірибелі мамандар контекстпен тіпті кеңінен талдап береді. Бірақ менің байқауымша сол кезеңде Мият Кашыбай әріптесіміздің материалынан кейін қоғамда ашық өзіміздің әріптестер тарапынан бір ынтымақтастық, солидарность болуының орнына соларды бір-біріне айдап салатын ашық бір қалыптасты. Сол кезде анық білінді, ботоферма деңгейінен анық тұлғалар деңгейіндегі сондай бір таласқа ұласқаны. Енді неге мұндай деңгейге өзгерді дегенде, меніңше бұл Тоқаевтың ол кезден қос билік деп саясаттанушылар солай баға беріп жатты. Меніңше осының артының бәрінде президент әкімшілігі бар сияқты. Біз білеміз, идеологиялық саясат, басқа бәрі президент әкімшілік деңгейінде шешіледі. Біздің үкімет белгілі бір дәрежеде жігерсіз, оның құзыреттік компетентін көбін монополиялап алған ол президент әкімшілігі. Оны саясаттанушылар бір ауыздан бағалаған, тәуелсіз объективті сарапшылар. Енді мені айтқым келіп отырғаны, меніңше бұл Ерлан Қариннің көзі көріп перспективасы ойластырған шешімі деп есептеймін, менің пікірімше. Кәдімгі реалдардың кәдімгідей осындай ақпараттық шабуыл жасап жатқан сол Ерлан Қариннің несі дейсіз ғой, сол саяси бір кеңестерінің бастамасымен жүзеге асырып отыр деп топшылаймын. Себебі көріп отырмыз, факт-чектен, ақпаратты диагностикалаудан хабары бар әріптестердің өзі қандай ірі Маңғыстау мұнайшыларына қатысты 3 манипулятивті ақпарат таратты. Бұл деген былай айтқанда сорақы, тойымсыз деген жалған айыптау керісінше біздің әріптестерге сорақы бейкәсібилік танытқан біздің әріптестерге қарата айтылу керек нәрсе ме деп ойлаймын бұл сын. Мен жалпы енді бұны былай деп ойладым, қазір адамдар, кәдімгі реалды адамдар жүріп жатқан кезде, бұрын ол адамдар сол фейк парақшалардың артында сол адамдар отыратын деп. Оған дейін де сол адамдар жұмыс істеген, тек қазір сол фейк ақпараттарды бері қарата шығып, өзінің бейнесімен жазып ақпараттық шабуыл жасайды деп топшылады қазір. Мен сондай ойға келдім. 2016 жылы менің бір танысым бар, Казгуда бірге оқыған. Сол танысым айтып еді, мен UIB-дің ғимаратында отырамын. Бізге Алматы әкімдігінің бір басқармасының бөлімі ақша төлейді айына. Біз Алматы әкімдігінің жұмысын сынаған әр әлеуметтік желіде посттарға позитивті комментарий жазамыз. Соған айына 100 мың теңге аламыз деп, менің 2 группаласым 2016 жылы сондай жұмысқа орналасқан тұғын. Толық штат жұмыс. Енді көріп отырмыз, олар енді бір анық кәсіби журналист емес, бірақ филологтар.
Соны бір енді жалпыға алып қарастыратын болсақ, онда иә, бұл бұрын осындай топтардың қолмен жасалған, кейін жүзі жарық, жазылманы көп, аудиториясы бар, әсіресе теле арналарда беделі қалыптасқан адамдар бастады әріптесі, өтімді болу үшін. Думан. Мен бұл жерде Асанның айтқанымен келіспеске амал жоқ, өйткені жалпы мен біреудің аты жөнін атап түсініктеуден қашатын адаммын, өйткені нақты мынандай деп айта алмаймын, бірақ та басқа дін келсем, өйткені шынымен де мониторинг жасап отыратын жағдайлар бар, иә, біз оны көріп отырмыз. Тіпті бір жылдары бақ беттерінде Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті, я болмаса ішкі саясат басқармалары бәленбай адамға дейін мониторинг жасап зерттеп отыруға алатын технологиялар сатып алды деген секілді ақпараттар шықты, иә. Сондықтан да бұл кісілердің енді бұл жаңа технология келетін болсақ, екіншісі әкімдік, қоғамдық пікір көшбасшылары, танымал адамдар меніңше өзінің, бұл жерде экономикалық тұрғыдан қарағанда, бұл жерде өзінің жүйеге адал екендіктерін, өзінің саяси жүйені, жалпы басқарушы биліктің пікірін құптайтындығын, және де сол жүйеге адал қызмет ететіндігін көрсету үшін дүние шығар деп ойлаймын. Жалпы критикалық ойлай алатын адамдар жаңа өзінде не болып жатқанын, халық арасында не болып жатқанын көріп отыр. Және де ол критикалық ойлайтын, сыни ойлайтын адамдар, ол ешқашанда олай жазбас еді. Мәселе сода. Мониторинг естау 2021 жыл біз Қазақ Таймстың атынан ақпарат министрлігінен үкіметке сұрау жолдағанбыз. Сол кезде республикалық бюджет есебінен бақ, телеарналар, отандық және шетелдік интернет ресурстарды мониторингтеу деген арнайы бір мемлекеттік қызмет үшін жылына кемі 1 миллиард 200 миллион теңге бөлінетінін жылдық есебін берген бізге. Ресми дерек. Енді ойлап, 1 миллиардтан аса қаржы бөлінеді, бірақ оның шығу көзі ресми есебі бар да, бірақ оның игеріп жаратылу есебі жасырын, қол жетімсіз. Енді осыдан кейін қалай біз мынандай жағдайдан кейін күдіктенбейміз? Мына қаражат пропаганданың бір бөлігіне кетіп жатқан, бұл мүмкін персоналды тұлғалардың айқын пропагандасының өзіне. Осы есептен кетіп отыр ма? Егер бұл есепке кірмесе, онда тіпті сұрақ көбейе түседі. Қандай қаржы есебінен бұл азаматтар ынталандырылады деген? Жалпы енді телеарналар, радио, газет, сайт, журналдар, тіпті қазір YouTube арналар мен жұмыс істеп келе жатыр ғой қанша жылдан бері. Бірақ енді оларға осындай боттарды қосу олардың үстіне, бұл нені білдіреді? Бұл жалпы дәстүрлі бақ деп атаймыз ғой. Дәстүрлі бақ пропагандада өзінің міндетін дұрыс атқара алмай жатқанның көрінісі ме, жоқ әлде бұл заман талабына сай әлеуметтік желілерді игеру үшін осындай боттарды пайдаланып жатыр ма? Думан. Жалпы соңғы жылдары біздің билік әлеуметтік желі, интернет кеңістікті жерге түсіру, аспаннан түсіру мәселесін қарастырып жатыр. Біз бұған дейін өздеріңіз білесіздер, Сарым Закиева өзгерісі, мысалға заңсыз, заңға қайшы ақпарат жарияласа, бірден 24 сағат ішінде бұғаттау өшірмеген жағдайда, я болмаса күні кешегі қабылданып жатқан, қаралып жатқан масс-медиа туралы заң. Немесе болашақта қабылданып бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік платформалар және блогерлер туралы заң, мессенджерлер туралы заң. Осының барлығы не үшін жасалады? Барлығы былайша айтқан кезде тәубесіне келтіру үшін жасалады. Ресурстарды, ойыншыларды. Қазір бізге әлеуметтік желілер Қазақстан заңнамасынан қарағанда халықаралық заңнамаларға, соның ішінде ақш, я болмаса Еуроодақ, я болмаса Сингапурдың заңнамаларына, юрисдикциясымен жұмыс істейді. Ал біздің юрисдикциямен жұмыс істемегеннен, естественно, олар бізге біздің биліктен тәуелсіз болады, және билікке ол ұнамайды. Сол себепті меніңше жыл өткен сайын
әлеуметтік желінің маңызы арта түседі. Және де бұл жерде дәстүрлі бақтың я болмаса кәдімгі медианың, теле, радио болсын, газет болсын, сайт болсын, иә, шамасы қоғамдық санаға әсер етуі азая бастайды. Үрдіс бұл қалыпты үрдіс, бүкіл әлемде бар үрдіс. Соның салдарынан мемлекет барынша әлеуметтік. Біздің жағдайда да сол, және біздің жағдайда да соңғы 2-3 жылда біздің мемлекеттік органдардың әлеуметтік желіні барынша реттеуге, барынша тәубесіне келтіруге тырысып жатқандығын көруге болады. Меніңше болашақта бұл абсурд жағдай, бұл қорқынышты былайша айтқан кезде дүние жалғаса беретін секілді. Пока былайша айтқан кезде әлеуметтік желілерді тәубеге келтір, меніңше. Асан, сіздің ойыңыз? Мен думанмен болашаққа деген кәсіпкерлік болжамында күтетін думан пікіріне саяды. Басқа нәрсе ойлауға, таңдау қалдырмай, жүріп жатқан заң қабылдау процесіндегі, оны талқылау барысындағы күні кеше Жібек жолы арнасында белді деген ұзақ жылдары партия басылым басқарған аға әріптесіміздің өзі масс-медиа туралы заңды бір сондай оң көзқараспен қабылдап отқаны туралы сұхбат берді. Бұның бәріне қарап отырып, біз бүгінгі қолданыстағы аты бар болып, ісінде әлжуаз болса да, бақ туралы қолданыстағы заңның ары болып қаламыз ба? Сондай қорқыныш бар, жоқ емес. Ал мұны енді неден туып отыр дегенде, авторитарлық жүйе сияқты басқа саясаттанушылардың пікіріне сәйкес басқа ойға келу мүмкін емес. Себебі қаңтар оқиғасынан кейін президент Тоқаев Біріккен ұлттар мінберінде демократияландыру жалғасады деп халықаралық қауымдастыққа іс жүзінде көріп отырмыз қандай жағдай қалыптасып отқан. Түсінікті. Жалпы енді бұған дейін де осындай ақпараттық шабуылдар болатын, боттар жасайтын жаңағы адамдарға, ұйымдарға деп айттық қой, оқиғаға байланысты. Мұнайшыларына жасалған шабуыл ақпараттық бір қоғамға мүлде басқаша әсер еткен сияқты. Халық, азамат, журналистер болсын, былай қарапайым азаматтар болсын, бұған бір өре түрегеліп, бір мұнайшылардың жағына шығып, бұлардың шабуылын қабылдамаған сияқты. Не себепті олай деп ойлайсыздар? Бұл Жаңаөзен деген жалпы халық бір нәзік жері ме? Жоқ әлде біздегі протесттік көңіл-күй, протесттік митингтер болса да, жалпы қарсылық жүйеге деген сол Жаңаөзеннен шығып жатқаннан кейін осылай қабылдады ма халық? Меніңше қазір қазақ халқының, жалпы қазақстандықтардың бар рухы, бар үміті жүрегінде секілді. Өйткені қаңтарды қалай басталғанын білеміз, иә. Бүкіл Қазақстан Жаңаөзенді қолдап бастады, қолдау арқылы бастады. Осы жолда, сондықтан халық өзінің жүрегінің таза екенін біледі, жүрегінің адал екенін біледі, және де оны барынша қорғауға тырысады. Меніңше үкімет дейміз ба, жүйе дейміз ба, я болмаса пропагандалық машина дейміз ба, халықты жаманатты қылуға тырысудың еш пайдасы жоқ та, өйткені ол халықты халыққа жаманатты қыла алмайды. Өйткені ол халық. Сондықтан да қабылдамады. Және де ол меніңше жаңаөзендіктерді қанша ботты қолданып жамандаса да, меніңше оны халық ешқашан қабылдамайды. Мен де қосыламын естігі. Себебі біздің қоғамда мынадай бір қоғамдық этностық кінәлайды белгілі дәрежеде. Сондықтан
Жаңаөзен қашанда қаңтар оқиғасында да бір бас көтерген кезде барлығы бір-бірін қолдап бейбіт толқу ретінде халықтық деңгейде ұласуының өзі сол бір қоғам мен Жаңаөзеннің арасында өте нәзік байланыс бар. Жаңаөзен ұйымдастыратын мүмкіндіктері бар, Жаңаөзен өзінің себептері бар. Алматыға қарағанда, басқа өңірлерге қарағанда. Соған қарамастан бәрібір Жаңаөзен сондай бір азаматтық позицияның бір қайнары, сарқылмай солай тұрған. Ал енді оны көпшілікке келіп, оны қаралау тіпті мүмкін емес. Сондай статустағы қоғам сондай деңгейде қабылдайтын өңірдің жұртшылығын республика жұртшылығына қарсы қойып қаралай алмайды. Ол пропагандалық машина қанша күйреленбесе де, ол киесінше. Мен осы жерде бір нәрсені әріптестерге қаперіне салғым келеді. Ресейде бір күнде мынандай деңгейде Ресей жұрты келген жоқ. Ресей жұртының ішінде соғысты қолдамайтын адекват, рационал азаматтар жеткілікті. Бірақ массаға шаққанда бүгінгі режимнің жағдайын, саясатына көндігіп отыр қабылдап қоғам. Ол да бір күнге келген жоқ. Ұзақ жылдардағы сондай бір лас пропаганданың салдары, кеселі содан жұқтырған. Енді бізде де пропаганда жетіліп жатыр. Билік бар кезде өзіне жараса пропагандасы болады, бірақ осындай бір лас сипат алуы және осының лас сипаттағы пропаганданың жетілуіне әріптестерім үн қоспаса екен, ол жерде үлесі болмаса екен деген менің бір өтінішім бар әріптестерден. Журналистер ол нәрсені жетілдіруге атсалыспай қойсын. Онсыз да журналистердің қоғамымызда беделі бір соншалық биік емес. Бұндай жағдайдан кейін тіпті журналистерге тырнақшаның ішінде жулик дейтін стереотип тіпті бір сағызбен жабыстырғандай болып жабысуы мүмкін. Мен жалпы бұл жолы Жаңаөзен халқын енді қорғап қалуы, халықтың бұл тәуелсіз журналистердің де, азаматтық қоғам өзін бір демократияға ұмтылып жүрген азамат ретінде позиционировать ететін азаматтардың бір біріккенінің белгісі деп көрдім да. Жаңағы енді Жаңаөзенді барлығымыз бағалаймыз ғой. Ол шынымен де жаңа Асан айтқандай бір протесттік көңіл күйдің бір барометр ретінде қабылданады. Бірақ осыған қарап қаншалықты билік пропагандалық машинасын қосса да, аздаған топ болса да, азаматтық қоғамның, тәуелсіз журналистердің қарсы тұра алатынын байқатқан сияқты. Жалпы енді келесі сұрақ мынандай: билік осыншалықты дүние, осынша қаржы құйып, осыншама адамды әлеуметтік желіде, телеарна, газет, журнал барлығын қосып, осында пропаганда жүргізіп жатыр. Жалпы оған халық сене ме? Бұл пропаганда қаншалықты тиімді жұмыс істеп тұр? Есімде барды айтып қалайыншы. Мынау Астанада қалған мұнайшылардың жұмыс тобы бар ғой, өздерінің сайлаған 10 белсендісі. Сол 10 белсендінің қазір жүргізіп жатқан келіссөздердегі видео фрагменттерін мемлекеттік арналар көрсетіп жатқан жоқ. Бізде де мүмкіндік жоқ. Жеке редакцияларда да ол жерге барып түсірілім жасауға ондай материал көргеніміз жоқ беттерінде. Бірақ медианың арқасында сол азаматтар өздерінің сөзін өздері түсіріп бір-бірін сондағы салған әлеуметтік желідегі қаралымды көрсек, бұл қоғам, халық иланып отыр. Жаңаөзендіктердің талабы табиғи және заңды екенін түсініп отырған көрсеткіші. Бір ғана TikTok-тың өзінде сол видео фрагменттер 2 миллион, бірнеше миллион қаралым жинап жатыр. Соншама аккаунттан. Демек бұл бұлай айтқан кезде халықтың көзі өзі-ақ жетіп отыр мынау заманауи медианың ресурс мүмкіндіктері арқылы. Жауап беріп кетейін, сене ма, сенбей ма деген дүниеге. Жалпы тиімді қаншалықты жұмыс істеп жатыр, сене ма, халық сенбей ме болады? Демоскоп қоғамдық пікірге мониторинг жасау бюросы деген бюро бар. Медианеттің жанында бірнеше халықаралық ұйымдардың қатысуымен жұмыс істейтін бюро. Сол бюрода Қазақстан халқына сұрақ 1100 адамнан сауалнама алған кезде 1100 адамның 47%-ы әлеуметтік, саяси және экономикалық салалардағы жаңалықтарды қаншалықты жиі қарайсыз деген кезде
13-15% мүлдем қарамаймын деген, 38% анда-санда қараймын деген. Демек, жартысынан көбі әлеуметтік, саяси және экономикалық салалардағы жаңалықтарды мүлдем қарамайды деген сөз да. Анда-санда қарайды, арасында. Демек, біз бұдан қандай қорытындыға келеміз? Бұдан біз олардың, азаматтардың көпшілігі қандай да бір ақпаратқа сене қоймайтындығын, мемлекет тарапынан берілетін, және де ол ақпаратты оңайшылықпен қабылдай қоймайтындығына қараймыз да. Мысалғы, дәл сол сауалнамада алып қарайтын болсақ, ең өкініштісі, бір қызығы. Өкінішті дүние, бірақ қызық дүние. Халықтың сауалнама қатысқан 61% азаматтар ақпаратты телеарнадан тұтынатын болғанда, жиі, ең көп дегенде. Оның 40%, 30-20, оның шамамен жалпы алған кезде жаңа телеарнаға тұтынатындан бөлек, жалпы алған кезде әлеуметтік желілерді бәрін қосқан кезде 70%-ға жуығы ақпаратты интернеттен алады екен. Демек, бұндай замерді, бұндай өлшемді мемлекеттер жасап отыр. Халық ақпаратты қай жерден тұтынады деген. Сондықтан барынша әлеуметтік желіге боттарды жалдап, әлеуметтік желіге адамдарды жалдап, барынша сендіруге тырысып бағып жатыр. Бірақ осы халықтың 60-70%-ы біз әлеуметтік желіде немесе ресми дерек көздерінде жарияланған ақпаратқа сенбейтіндігін көріп отырмыз. То есть бұл халықтың сауалнамаға қатысқан Қазақстанның әрбір өңірінен сұралған азаматтардың пікірі. Сауалнама толық әлеуметтік социологиялық принциптерге, жалпы теорияға жауап береді, сай келеді. Ықтимал погрешность дейді ғой бізде, ықтимал дұрыс болмай қалу жағдайы плюс-минус 3% ғана. Сондықтан бұл ең реал көрсетілген сауалнама шығар соңғы жылдарда. Репрезентативті зерттеу деп ұсынып отыр ма мына деректі? Енді биліктің пропагандасы негізінен Фейсбукта жүрді, Фейсбук желісінде. Соған қарағанда Фейсбукта соншалықты оны қолданатын азаматтар көп емес Қазақстанда. Салыстырмалы басқа интертеймент контент ұсынатын креатив индустриядағы Инстаграм, ТикТокқа қарағанда. Демек, бұл соншалықты биліктің үмітін ақтай қойды деп ойламаймын пропаганда. Дәл қаралау. Ол да бар, бірақ жалпы дегені соңғы кезде естәулет, кешір, бөліп жүрейін сөзімді, ренжімеш. Соңғы кезде қазақстандық саяси ортада пікір айта алатын, өз пікіріңді білдіре алатын, жалпы пікіріңді Тоқаевтың айтатын, естуші, тыңдаушы, еститін үкіметке естірте алатын жалғыз платформа бұл әлеуметтік желіге айналды. Ол Инстаграм болсын, ол Фейсбук болсын, ол ТикТок болсын. Менше билік осыны пайдаланып жатқан секілді да. Яғни олар бізді Инстаграм, ТикТок, Фейсбук арқылы қимылдата алады, біз оларды осылар арқылы пропаганда жасай аламыз деген ойда. Өйткені біз тек қана Фейсбук деп қарастырмауымыз керек пропагандада. Бұл жерде сайлау кезінде көрдік, ТикТокта да өте үлкен пропаганда болды, иә. Инстаграмда да, Инстаграм Рилста да, YouTube Shortsта да үлкен пропаганда болды. Сондықтан Тоқаевтың жүйесі қазіргі әлеуметтік желінің барлық форматын, барлық түрін барынша пайдаланып жатыр деген ойдамын. Бірақ енді жалпы пропагандаға халықтың жаппай сенуі де қауіпті, бірақ халықтың билік органдарының айтқан сөзіне сенбеуі, мемлекеттік ақпарат құралдарына мүлде сенбеуі де қауіпті ғой. Екеуі де бір жақсылыққа апаратын дүние емес. Жалпы бұндай жағдайда алдағы уақытта не істеу керек деп ойлайсыздар? Билік тарапынан жалпы. Бұндай жағдайда жүйені өзгерту керек қой, бірақ біз осы салада жүрген азаматтар ретінде өзіміздің ойымызды айтсақ. Менің жиі айтатын дүнием, біз коронавирус пандемиясын қалай жеңдік? Иммунизация жүргізу арқылы жеңдік, немесе мейлі вакцинаны сатып алсын, бірақ ол адам бәрібір ауырды, бәрібір иммунизация алды, бәрібір ағзасында антидене пайда болды. Халықтың да денесінде антидене пайда болу керек та, мынау рас ақпарат, мынау өтірік ақпарат деп сезе алатын, соны анықтай алатын, былайша айтқан кезде бұқараны иммунизациялау керек.
Ол үшін не істеу керек? Ол үшін тәуелсіз журналистер көбею керек, ол үшін медиа және ақпараттық сауатты арттыру керек, цифрлы сауатты арттыру керек, және қоғамға барынша осы дүниелерді насихаттау керек. Сонымен қатар сыни ойлауды насихаттау керек. Ал біздің билік медиа және ақпараттық сауатты бір пәнге қосымша модуль ретінде қосып тастады. Жоғарғы оқу орындары мүлдем оқымайды десек те болады, иә. Сыни ойлау да жеке пән ретінде кірмеді, немесе сыни ойлау да жиі айтылмайды. Я болмаса digital literacy дейді, цифрлы сауат мәселесі де артта қалып жатыр. Осы үш дүние алдыға келген кезде халықта иммунитет пайда болады, және иммунитет пайда болған кезде, былай жатқан кезде біз ақ қараны ажырататын деңгештеміз. Асан. Енді думанға қосатыным, өзін төртінші билік санайтын, ол мемлекеттік бола ма, жоқ жекеменшік бола ма, қандай да бір бақ редакция өзінің репутация институтын қалыптастыру керек. Өзінің аудиториясының алдында сенің кредитін өтей алатындай беделге талпынуы тиіс үнемі. Бедел болғандықтан оның оқырман көп болады, сенгендіктен оның аудиториясы кеңейеді дегендей. Ал олардың дәл солай жұмыс істеуіне негізі кез келген редакция, әсіресе қазір мемлекеттен осы уақытқа дейін үздіксіз және қомақты қолдау алып келген редакциялар егер бір күнде кәсіби тәуелсіз бақтың стандарттарымен жұмыс істесе, бір-ақ күнде олар еселеп беделін қалыптастыра алады. Сондықтан сол редакцияларға ерлік жігер және де ол редакциялардың емін-еркін жұмыс істеу үшін биліктің үш тармағынан да қысым, басқа да эффектілерді азайтатын заңды бір тетіктер керек. Және ең бастысы, мен қазір мәжіліске өткен және сенатта бар журналист депутаттарға бір айтқым келетіні, алда өндірісіне түсейін деп отқан, қарауына баратын масс-медиа туралы заң жобасын адамша еркін ел адекват деңгейге келтіре алса, өздігінен әлгіндей ресми ақпараттың сенімді деңгейге қабылдануына жағдай туғызады. Сондықтан бұл жерде бұқаралық деңгейдегі шараларды айтып өтті ғой таратып Думан. Менің айтып отырғаным биліктің, соның ішінде заң шығарушы органның және редакциялардың өзіне қатысты. Осы нәрсе атқарса, онда ол сенімділік кредитін қайтарып ала алады, бірақ. Жақсы, рахмет. Біздің уақытымыз да тамам болыпты. Сау саламатты болыңыздар. Уақыт бөліп бағдарламамызға қатысқандарыңызға рахмет. Жақсы, рахмет. Жақсы, рахмет.